Енді 3 блок. Мына қараңыздар. Order блок дедік, breaker блок дедік, mitigation блок дедік, е? Мына жерді аламын. Мына стоптарды жинаған. Мына жерде order болады. Одан кейін мына жоғары жақта не болады? Breaker болады. Мына трендті ол мына жерде ауыстырып тұр, мына. Трендті мына жерде ауыстырып тұр. Яғни мына астыңғысы бізде order блок болатын болса, мына жерде не істеп тұр? Бұл бізде breaker болып тұр. Енді breaker блоктың келген кездегі, мына линияның ішіне кірген кездегі мына жердің тестін көреміз қазір. Енді 1 сағатты таймфреймде белгілеп қойдыңыз. Мына жерде тренд ауыстырды. Баға қайтадан осы линияның ішіне кірген кезде дәл осы моментті қараймыз. Бұл бізде 13 август. Енді 15 минут таймфреймге барамын. Примерно 13 августты қараймын. Мына жерде міне қараңыздар. Баға линияға кірді, е? Міне баға линияға кірді. Баға линияға кірген жердің ең төменгі нүктесін қараймыз. Ең төменгі нүктеден артқы жағындағы тренд ауыстырған жерін қараймыз. Тренд ауыстырғаны бізде мынау, е? Тура 1 сағаттық таймфреймде қалай тренд ауыстырады? Бұл жақта да 15 минутта таймфреймде не істейді? Тренд ауыстырады. Яғни бұл жақта біз енді бұны тренд демейміз, не дейміз? Слом дейміз. Яғни 15 минуттық таймфреймде слом жасаса, түсіп келатқан рынокта бірінші тұрған жасылды қиятын болса, значит біз осы жерден не істейміз? Жоғары қарай позиция ашамыз. Түсінікті ғой? Яғни 15 минуттық таймфреймде слом жасаса, онда біз позиция не істейміз? Жоғары қараймыз. Яғни біз мына линияға келді екен деп позиция сразу аша салмаймыз. Біз оның бірінші подтверждениесін күтеміз. Подтверждение жасау үшін ол бірінші не істеу керек? Слом жасау керек. Слом жасағаннан кейін барып біз осы жерден не істейміз? Жоғары қарай позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Енді мынау бізде брейкер блок. Енді астында ордер блок бар. Енді астында ордер блокты белгілеймін. Мынаны ордер блок деп белгілеймін. Міне астында ордер блок. Енді осы жерге барам да 15 минут таймфреймге барам. Міне 15 минут таймфреймге барам. Міне 15 минут таймфреймде не істеді? Менің линияма келді. Бірақ бұл мына жерде трендті не істей алмады? Ауыстыра алмады. Мынаның күші жеткен жоқ былай барып мына трендті ауыстыруға. Сол себептен мен бұл жерде не істемеймін? Позиция ашпаймын. Мына блогыма келді, линияның ішіне кіріп, ең төменгі нүкте жаса, бірінші тұрған жасылды келіп қиятын болса, мен осы жерден ғана позиция аша аламын. Ал егер ол линияға келді, төменгі нүкте жасады, бірақ мына жақта тұрған трендті, яғни слом жасай алмаса, ол позиция ары қарай төмен қарай түсіп кету мүмкіншілігі жоғары. Сол себептен именно ордер блокта, брейкер блокта, mitigation блокта не істеймін мен? Тренд ауыстырғанын күтем. Мына трендті ауыстырса ғана ол жоғары қарай кетеді. Ол трендті ауыстырмаса, баға значит не істейді? Күші жетпей төмен қарай түсіп кету мүмкіншілігі бар. Мынау өзі ордер блок болғанымен
15 минут таймфреймде подтверждение бермеуі әбден мүмкін. Түсінікті ғой? Егер 15 минуттық таймфреймде 15 минуттық таймфреймнің трендін ауыстыратын болса ғана, мен жоғары қарай позиция аша аламын. Ал егер ол жерден трендті ауыстырмайтын болса, значит мен ол жерден позиция аша алмаймын. Өйткені менде подтверждение жоқ. Түсінікті ғой? Алдындағы стратегияға имбаланс қосқанда, мына жерде примерно бізде имбаланс болмай тұр ғой, қысқа сөзін салыстырмалы түрде айтқанда. Подтверждение жоқ, значит. Бұнда подтверждение жоқ кезде, значит, мына жерде ордер блогым менің не істемей тұр, жұмыс жасамай тұр. Брекер блогымда слом жасады да, брекаут жасады да, трендті ауыстырып, баға жоғары қарай кетті. Ал мына жерде ол зонамның күші жоқ деген сөз мына жерде. Значит, мен бұл зонаны не істемеймін, қарамаймын. Маған подтверждение керек. Подтверждение жасамаса, ол линиям, значит, менде слабый деген сөз. Түсінікті ғой? Енді үшінші mitigation блок көрсетейін. Mitigation блок. Мына жерде mitigation бол. Өйткені не істеді? Артындағы стоптарды алған жоқ. Мынадан биік болып тұр, мынау төмен болып тұрған жоқ. Сол себептен мен не істедім? Mitigation блокта артындағы стоптарды алмаған жерді қараймын да, тренд ауыстырған жерін қараймын. Тренд ауыстырған жерім менің не болады? Mitigation блок болады. Mitigation блок болып қайтып осы линияма келген кезде мен не істеймін? Позиция қараймын. Енді дәл осы жерден барамын да 15 минут таймфреймге барам. 15 минут таймфреймде менде подтверждение бар ма, жоқ па, не істеймін? Қараймын. Міне, бағам линияға келді. Е? Баға линияға келген екен, мына жердегі бірінші тұрған жасылды не істеді? Қиды. Значит, мына жерде не деген сөз? Подтверждение бар деген сөз. Значит, подтверждение болса ғана мен не істей аламын? Жоғары қарай позиция аша аламын. Егер ешқандай подтверждение болмай, мына жерде слом бермесе, яғни тренд ауыстырмаса, мен ол жерден позиция не істей алмаймын? Аша алмаймын. Түсінікті ғой? Яғни бағамыз, линиямыз лонгқа келетқанда всегда жасылды қиғанын қараймыз. Ал енді шортта кезінде керісінше не істейміз? Шортта кезінде, мысалға, мынау біздің ордер блогымыз дейікші, примерно. Ордер блогымыз, бағамыз линияға келді. Міне, ордер блок дейді. Баға линияға келді. Міне, ең биік нүкте жасады. Бірінші тұрған қызылды қиятын болса, значит, біз мына жерден не істей аламыз? Төмен қарай позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Төмен қарай позиция не істей аламыз? Аша аламыз. Енді бұл жақта стоп тегті қалай қоямыз? Позиция ашқан жеріңізден стопты кішкене жоғарға не қоясыз? Примерно сол 2-2,5 долларға дейін ғана қоясыз. Ал енді take profitті тоже 5 доллар немесе 10 долларға дейін ұстауға болады. Take profitті. Мына жерден примерно позиция аштыңыз, 17-де, значит, қанша болады? 0,7. Яғни 0,7-де уже 10 доллар ұстап жабуға болады. Немесе самый безрисковный вариант, ол бізде 5 доллар. 17-ден 12-ге дейін істеуге болады, 5 доллар ұстауға болады. Түсінікті ғой? Яғни уже 15 минутта подтверждение бергеннен кейін барып смарт мани стратегиясы бойынша не істейміз? Позиция ашамыз. Егер ол линиядан подтверждение бермейтін болса, значит, біз не істейміз? Позиция ашпаймыз. Түсінікті ғой? Бірінші сұрақ кетті. Енді EMA кросс индикаторы.